Сәлем достар, сіздермен болған мен Жолсай Тока World арнасы. Достар, бұл бізде ең керемет видео болады. Себебі достар, сіздердің көптен сұрап жүрген видеоларыңыз болады. Және де көптеген сұрақтарыңыз болатын еді. Өздеріңіз біліп отқандай, қалай видео монтаждаймыз. Мен сол туралы көрсеткім келіп отыр. Бұл тақырыпты бізде көптеген оқырмандарымыз сұраған. Сіздердің бір армандарыңызды орындайын деп отырмын. Сол себепті менің де арманым активный болсаңыздар деп яғни талап етемін. Сіздерге бұл видео әрине де қаттырақ ұнайды деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписация кнопкасын басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік, мен сіздерге көрсетейін. Достар, мен осы InShot деген приложениемен монтаждаймын. Бұл приложение өте күшті монтаждайды. Ендеше біз бірінші InShotқа кіреміз, және де бізде осындай шығады. Біз осы видео дегенді басамыз, и новый дегенді басқаннан кейін бізде өзіміздің галереямыз шығады, яғни түсірген видеомызды таңдап аламыз. Мінекей, мен түсірген видеоларымды таңдап аламын. Мінекей, мен таңдап алдым. Енді мен барлығын таңдап алдым, және де біз енді монтаждауды бастаймыз. InShot деген мына жерде жазу тұрады, оны біз алып тастаймыз. Міне, соның үстін басып, бесплатно снять дегенді басамыз. Бізде загрузка болады, обновление. Вот достар, менің яғни InShot деген жазуым алып тастады. Сол кезде бізде ондай жазу вообще болмайды. Яғни ол жазу, яғни сен сол видеоны InShot деген программамен монтаждадың, сол жазу тұрады. Енді біз host дегенді басып, YouTube-тың формасына қоямыз. Ол бізде білетін шығарсыздар, көбісі біледі, көбісі білмейді дегендей. Мінекей 16-9 осыны қойып, және де біз осыны көбейтетін боламыз 50-ге шейін. И мынау екі согласияны басамыз. И вот. Және де достар, енді біз дауысын шығарамыз, объем. Мінекей объемды басып 200-ге шығарамыз. Сол кезде біздің дауысымыз анық, және де қатты естілетін болады. Мінекей. Және де енді бізде разделить и удалить деген тұрады. Біз солай керек емес жерлерін қысқартып тастаймыз. Мен осылай қысқартамын. Мысалы, менде осындай жерлер бар. Так, мінекей, мен мына жерін қысқартып тастайын, и бұл жер маған керек емес. Вот, достар, мен осылай қысқарттым. Ал енді урезать дегенді басып, өзімізге керекті жерді осылайынан таңдап аламыз. Маған осындай жері керек, сол себепті мен осылай таңдап аламын. Енді так, кішкене осылай әдемі қылып жіберейік. Вот, мынау нормально енді. Енді достар, біз яғни шрифт жазамыз. Ендеше біз текст деген, неке текст деп тұрады, соны басамыз, и текст деген басамыз тағы да. Және де бізде жазу шығады. Мен Жолсай Тока World деп жазамын, өздеріңіз білесіздер, қалай жазсаңыздар да. И потом менде осылай қара мен ақ болып тұрады. Және де бізде осындай переход жасаймыз. Мен осы переходқа қоям, и тезірек істейтінге қоямын, яғни скоростқа. И вот мынаны кішкене осылай істеп жіберейік. Вот, достар, бізде осылай шығады. Мінекей, бізде дайын болды. Ал енді бізде, яғни көбісі білмей жатыр, подписация кнопкасын басыңыздар дегенде, менде арнайы енді подписация деген, колокольчик дегенді шығады ғой, соны мен осылай жасаймын. Вот, қазір көрсетейін.
Вот мына пип дегенді басып, материал дегенді басамыз, және де біз осы социальный дегенді басып, осы жерде бізде осындайлар тұрады. Міне біз өзімізге ұнағанды таңдаймыз. Маған осы ұнады. Мен көбісінде осыны қоямын, себебі өте әдемірек. Міне жасыл фонын біз вереска дегенді басып, және де хромакая деген басып, потом мынаны осылай жасылға жылжытып, мынаны алып тастаймыз. Вот достар, енді бұны біз осылай қойып қоямыз. Осылай бізде қойылады. Және де мынаны осылай қояйық. Мінекей мына жерін біз қысқартып тастаймыз, керек емес жер. И вот біз переход қоямыз. Мысалы мен мынаны қоямын. Кеттік дегенде осылай жылжиды. Вот мен қойдым. И біз осылайынан монтаждай береміз. Яғни қысқартып дегенде керек емес жерлерін мінекей осылайынан істеп, и обрезать дегенді басып, осылайынан өзімізге керекті жерлерін алып аламыз. Вот осылай. Осылай біз достар монтаждай береміз. Сол кезде біздің видеомыз дайын болады. Экспорт дегенді басып, сосын бізде уже видео монтаждала береді.